Ассалаумағалейкум, қадірменді крем жуық қауым. Бүгін міне Алматы қаласында экспресс крем жуық эксперт. Ковер эксперт. Эксперт крем жуық орталығындамыз. Бүгінгі келу себебіміз біріншіден бір-екі сұрақ қойайық. Неше жылдай осы крем жуықмен айналысасыз? 2 жылдай болды көлемде айналысып жатқанымызға. Әрине, біздің бұл жерге келу себебіміз кішігірім кемшіліктер бар крем жуу орталықтарына келіп, білімімізбен, тәжірибемізбен бөлісіп, осы фирмалардың, крем жуу фирмалардың тәжірибесін арттыруға қол ұшымызды беріп, атсалысамыз. Енді Ақын дұрыс па? Ақыл. Ақыл. Бүгін бізден не үйрендіңіз? Не пайдамыз тиді? Не көрдіңіз? Өз аузыңызбен қысқаша айтып өтсеңіз. Есім Ақыл болады. Біз неге шетелдің шампундармен жуатымыз, бірақ ол шампундармен біз роторный машинамен 2 рет жуатымыз. 2 рет жуылмаған кезде 3 рет жуатымыз. Ол эффект бермейтін. Ол біріншіден суға расход, екіншіден шампунға расход, уақыт, жұмыс күші и объем көп істей алмаймыз. Сушильный камерамен бір айтқанын толтыра алмай қаламыз. Крем бар. Крем бар. Заказ бар, Құдайға шүкір. Сөйтіп, группадан іздедім, бәрі Карпакс деп атқаннан кейін, сол Карпакс фирмасына бардым. Сөйтіп, Ербол брат өзі қарсы алды. Сосын мен сұрадым, Карпакстан пробник алсам бола ма деп. Сосын келіңіз деп Карпакстан пробник алдық. Ішіндегі бір тәтелер 1 литр берді, бірақ Ербол өзі келіп, жоқ 1 литр емес, 5 литр болып, бүкіл химия, пятновыводитель, ағартқыш бәрінен, парфюм бәрін беріп шықты. Оның бәрінен визуально көрсетпей қойық. Главный шампунь тұр. Сапалы 60 литрға 1 литр араластырамыз шампуньды. И пятновыводительді қосамыз. Жоқ, пятновыводитель қосқан жоқпыз. Ағартқыш қостық. Ағартқыш қостық. И роторный машинамен 1 рет жүріп шықтық. Буквально бір 4 минут уақыт кетті. И су 2 рет шайып, центрофугада сығылды. И эффект уже көріп тұрсыз. Аяғымыз астымыздағындай. Дұрыс кетпеген. Бұл мәселе бағасында емес, мәселе уақытта. И эконом, и жұмыс күші де аз кетеді. Соған осы Карпаксқа мен ризамын. Басында шетелдің шампундармен өте қатты қиналатынбыз. Өйткені қаншама уақыт кетеді, жұмысшыларды айтады, кетпейді, без конца пятновыводитель қолданамыз, оның бәрі ақша, шампунның өзі бәріне күші жетіп отыр қазір. Енді мынадай нәрсені сұрай кетсек, шетелдің бағана шампуны бочкамен аласыздар. Иә, бочкамен аламыз. Неше литр? 60 литр. Бағасы неше? 67 мың теңге жобасы. 67 мың теңге. 67 мың теңге ба. Мәссаған. Бағана біздің шампунымыз 60 литрі. Карпакс актив F7 дегеніміз 47 мың 48 мың дейік. 67-тен 48 алып салғанда әжептәуір ақша қалады. Ол шетелдің нелерінде доставка 100 мың жоғары басығана доставка бесплатно. А если құры шампунь алсам, доставка жасамайды. Алып келмейді. Оның қасына пятновыводитель алуың керексің, тағы бірдеңкесін алуың керексің, кассасын 100 мыңға толтыруың керексің. Сол кезде олар доставка жасайды. И қалаған уақытында кеп бере алмайды. Мына Карпаксқа қалай бардық, мен өзім ойлағам, 1 литр береді ғой деп. Сол Ербол брат өзі, жоқ 5 литрін береміз, эксперимент жасатамыз, мастер-класс кеп көрсетіп жатыр, білмеген жерлеріміз де бар екен. Бір кілемге 5 минут уақыт кететін болса, ол өте супер деп айтамын. Енді бұл қазақстандық өнім, шетелден келген кезде ол бәрі қымбат болады, растамашкасы бар, қазақстандық жасалынғаннан кейін сапасы, бағасына өте сай болып тұр. Енді бұл қазақстандық өнім болғандықпен де біз түркиялық мамандармен қосылып бірге осы жерде шығарып жатырық, түрік мамандармен бірге. Оны да айта кетейік, өйткені тек қана қазақтар шығарып жатқан жоқ. Иә, отандық өнім Қазақстанда шығады, өзіміздің қазақ жігіттеріміз жұмыс істейді, бірнеше жанұя сол жерден табыс табады. Бірақ дегенмен де бұл жұмыстың басында қадағалауында тұрғандар түрік ағайындар. Енді шампунь айтуыңыз бойынша көңіліңізден шығып жатыр. Иә, мынау кілем негізінде біз 1 рет жуылған кілем. Өзі көп тұрғанда негізі аппақ болып тұр. Біз негізі басқаша шетелдің шампунь 3 рет жуатынбыз. 3 рет шампунь төгіледі. Бұған мысалы 10 литр шампунь кетсе, біз 3 рет 30 литр шампунь құйып тастаймыз. И бұған мысалы су шашқан кез тоже
100 литрдей су кетіп қалады 3 рет шайған өзінде. А карпакспен 1 рет жуылды, 2 рет шайылды, астынан су жібердік, эффект уже 1 рет жуғаннан уже қаншама. Ал судың киловатт кубына төлейміз мысалы. Қалта көтерімді, сапасы, бағасын өте сай деп ойлаймын. Мына бас жұмысшы Нұрлан, главный мастер Нұржан, сізді шақыруға болады ма? Осылай кәсіби, профессионально жұмыс еткен осы жерден байқауға болады. Есіңіз? Нұржан. Өте қуаныштымын. Нұреке, өзіңіз жуыңыз, роторды өзіңіз қолыңызбен ұстадыңыз. Бұлардың бәрін біз әдейі түсірген жоқпыз. Көбісіне қызық болмайтын шығар деп. Өзіңіз жудыңыз. Мына шампунь жайлы. Алдында шетелдің шампуньмен салыстырғанда айырмашылығын байқадыңыз ба, бар ма айырмашылық? Өз аузыңызбен айтып өтсеңіз. Енді айырмашылығын көрдік, енді ананы көрдік. Мынаны бір жуғаннан аппақ болды. Оны өзіміз көріп отырмыз. Кешелі бір көріп отырмыз, уже бір палас даже бір нені жуған жоқпыз. 100 квадрат жуған жоқпыз. Мен бүгін енді нормально жуылып отыр енді. Осыдан кейін 100 квадрат емес, 500 квадрат жудырамыз. Тасырлатып тұрып. Анштейк өлмейін. Құдай қаласа. Иә. Жақсы, сіздерге іске сәт дейміз. Және сізде қосатын нәрсеңіз бар ма өз атыңыздан? Аға, сізде бар ма қосатын нәрсеңіз? Ұнап жатыр ма? Ұнап жатыр. Ризасыздар? Біз ризамыз. Отандық өнімді қолдайсыздар ма? Отандық өнім бізге қатты ұнап жатыр. Мына отандық өнім. Мен де жуам. Өзіңіз де жуасыз? Мен өзім де жуам. Упаковкада сенбейсіз? Мен упаковка жасаймын көбінде. Контрольный үйде тұрасыз? Контроль, иә. Ұнамаса қайтып жібересіз? Қайтап жүремін. Мына кішкене петно бірдеңке болса қайтап жүремін, білемізші. Маған отандық өнім ұнап тұр. Бір жуғаннан міне қазір көрініп тұр, әппақ болды. Әйтпесе анаммен 3 рет жуады балалар. Сосын кейін ана жаққа упаковкаға келгенде тексерем, кір болып қала ма қайтар жүрем. Қазір енді қайтармайтын шығармын мен мынадан кейін деп отырмын енді. Сапасы ұнап тұр. Клиенттеріңіз бұдан кейін тек қана алғысын айтатын шығар деп. Енді тағы да бір мәселені айта кетейік. Көбісі ойлап жатқан шығар, мына жерде Ербол өз өнімін Карпаксын мақтап, шетелдік өнімді жамандатқызып жатыр деп. Негізі олай емес. Біз мына съемканы түсірмес бұрын ақын өзі айтты, осындай шетелдік өніммен қолданамыз. Оның да атын айтып жатқан жоқпыз, байқасаңыздар. Негізі менің талабым бойынша емес. Солай емес па? Өзіңіз шағымдандыңыз, маған звондап, кеп пробник алып кетуге болады ма? Осындай шампуньмен жуып жатыр едік, күші жетпей жатыр, үлгермей жатырық деген сияқты сонда әңгіме болды. Негізі менің талабым бойынша бұл болған жоқ. Біз енді фирманың да атын айтпаймыз. Ол ешқандай кәсіпке жарасатын нәрсе емес деп ойлаймын. Ал сіздерге үлкен рахмет. Осыдан кейін қарым-қатынаста бірге жұмыс істе. Сізге де рахмет, кеп мастер-класс көрсетіп, мынандай отандық өнімдеріңізді әкеліп көрсетіп жатырсыз. Бұл 5 литр тегін беріп отыр өзі. Бізде қуанышты болып тұр. Парфюм бәрін тегін беріп отыр. Ойлап тұрмын енді, мен жұмысты бәрін экономдап, осы керемет е, қалай жұмысты бітіретін болды. Иә. Жақсы. Тағы да жұмыстарыңызға табыс тілеймін. Рахмет. Өсіп өне беріңіздер, үлкейе берсін елеріңіз. Жақсы, мен риза отырмыз. Рахмет. Тағы да айта кететін мәселе, мына YouTube каналымыз бар, қазақша, орысша. Мына қазақша көріп жатқан крем жуу қауым YouTube каналға жазылыңыздар. Өйткені сіздерге тек қана бұл жерде тек қана реклама емес, сіздерге пайдалы заттарды айтамыз, насихаттаймыз, келеміз, үйретеміз. Мен осы жұмысты осыдан 7-8 жыл бұрын бастаған кезде бүкіл Қазақстанды аралап, тегін үйреткем. Оны бұрынғы крем, бұрыннан ашылған крем жуатын фирмалары естерінде білет деп ойлаймын. Кейінгілеріне енді үлгереме қалдық, өйткені бірінің артынан бір крем жуатын фирмалар көбейіп кетті. Бізде үлгереме қалдық, семинарлар жүргізіп тұратынбыз Алматы қаласында, шетелдік әріптестерімізбен, Түркиядағы әріптестерімізді шақырып, мамандарды шақырып, Алматы қаласында 2-3 күндік семинарлар жүргізетінбіз. Енді мынау пандемияның салдарынан, коронавирус дейміз ғой, сол себептерден осыны жүргіземе қалдық. Негізі үлкен семинар жасап, бүкіл Қазақстанның крем жуатын фирмаларын бір ауыз қылып, бір-бірімен таныстырып, обмен опыт дейміз орысша, бір-бірімен бағана білмейтін нәрселерін бір-бірімен бөлісті деген сондай оймен жинағамыз. Осы бүгінге дейін 2-3 рет жасадық. Енді коронавируске байланысты жасай алмай қалдық. Құдай қаласа оларды да болашақта жасаймыз. Мына YouTube каналымызға жазылыңыздар. Одан кейін менің телефоным бәрі астында жазылады. Қалаған фирмалар болса, бұл жерде тек қана шампуньның сапасы емес, дұрыс жуу, кремді қалай дұрыс жуу керек, қалай дұрыс шаю керек, қалай дұрыс сығу керек, қалай дұрыс кептіру керек, қалай дақтарды кетіру керек деген мәселелерге мен өзім келіп, тегін
тегін мастер-класс. Қазақстанның қай жері болмасын, Атырау болсын, Ақтау болсын, Астана болсын, Павлодар болсын, Өскемен, Семей болсын, Талдықорған болсын, еш айырмашылық жоқ. Келемізді, мен өзім келіп сіздерге тегін не жүргізем, мастер-класс жүргізем. Бұл бизнесті қалай жалпы жүргізуге болады, қалай дамытуға болады, конкуренцияға қалай төтеп беруге болады. Сол мәселелердің бәрін сіздермен бөлісем. Бұлардың бәрі тегін болады. Жақсы, ақын, сізге үлкен рахмет.